Сәлем достар. 2023 жыл Индонезия елінде жарық көрген 172 күн кино мелодрамаға сіздермен бірге кино жолы жасаймыз. Егер видеом қызықты болса, егер сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, және лайк басып, және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал сағат тілі 04:44 болған кезде азанғы уақытта жұрттың бәрі мешітке намаз оқуға асығып жатыр. Сол кезде бір қыз түнгі клубта уылдаймас. Не істеп, не қойып жатқанын өзі де білмейді. Бір кезде әжетханаға кіріп, әжетхананың айнасын сындырады. Сол сәтте әкесімен өткізген балалық шағын еске алады. Қандай керемет сәттерді. Оның әкесі қайтыс болған екен. Сол айнаның сынығымен ол қолын кесіп, ауруханаға келеді. Есін жиған кезде қасына әпкесі келіп, сен тірісің, өлген жоқсың. Өлгеніңде әрі барса 1-2 күн қайғыратын едік. Зира, сен неге адам болмайсың? Проблема тек сенде ғана бар ма? Анам шешемізді шашатып біттің ғой, қашан адам боласың? Басты рөлдегі қыздың есімі Зира екен. Әпкесі Зираны үйіне алып кетеді. Анасы жүгіріп шығады. Сонда қызыны көріп амандығына көз жеткізеді. Зира үйге кіріп, бөлмесіне кіріп, әкесімен өткізген әкесіне айтқан сөзін есіне алып қатты ұялады. Зира есе орамалға хиджабқа кіреді. Шешесі көріп оны қатты қуанады, машаллах деп айтады. Ал әпкесі есе оған еш қуанбайды, сенімсіздікпен қарайды. Зира есе әпкесінен көмек сұрайды. Маған Құран, мен иманға келем, мен намаз оқимын деп айтады. Әпкесі оған қуана келседі. Әуелі сен жаман достардан аулақ бол деп оған ескертеді. Ертеңнен бастап хиджаб сабақтары басталады. Яғни сосын мешітте құрбысыны көріп қалады. Бала кезден. Сол кезден бастап ол Құран сабаққа басталады. Бала кезде бірге оқыған дос баласын көреді. Сол кезде дос баласы оның қасында Құранды үйрететін ұстазда болады екен. Зира есе оны таниды. Яғни сол баланың ұстаздың есімі Әмир екен. Мен сізді инстаграмнан бақылаймын деп оған айтады. Сөйтіп, күннің күні олар есе инстаграм арқылы хабарласып, және сол жүре бастайды. Сол кезде бір күні есе Зираның бұрынғы құрбысы дін жолына келгенін көре алмай, ертесі күні есе Зираны есе Әмир есе Зираның анасының нөмірін сұрайды. Неге деп сұраған кезде жай сөйлесу үшін деп күледі. Сен неге Зираның құрбысының нөмірін алмайсың дейді. Қыз құрбысы есе мен қарсылығым жоқ деп нөмірін береді. Ертесі күні есе Әмирдің әке-шешесі Зираның үйіне барады. Сосын олардың үлкен тойы болады. Әмир есе келіншегін үйіне алып келеді. Сол сәтте осындай көріністе оның ауа жетпей қалады. Кезінде есірткіні көп қабылдағандықтан болар. Сонда да күйеуі есе оған еш ренжімей қолдау көрсетеді. Бірге бақытты күндерін өткізеді. Бірге Құран сабаққа барады, бірге қыдырады, жұмыстарын бірге жасайды. Күнде сыйлық сыйлайды. Осындай Әмир есе, Зира есе Құран үйренеді. Бір күні супермаркетте бұрынғы құрбысын көріп қалады, және күйеуіне айтады. Сен қыздың бұрынғы өмірін біліп алмайсың ба деп іші тарлықпен Зираны өкпе ренжісін айтып кетеді. Зира есе бұрынғы өмірін айта бастайды. Бұрын Құран мектепте оқығанын, ол жерде әділетсіздік көп болғанын. Сосын құрбысы екеуі хиджабын шешіп, клубтарға бара бастаған, есірткі қабылдаған бәрін айтады. Сол кезде ауа жетпей қалып, Зираны есе жолдасы бәрі жақсы болады. Бұрынғы өмірің маған маңызды емес деп айтады. Оны үйге көтеріп алып кіреді. Сосын Зира Әмирге тосын сый жасайды. 2 қабаттық жүкті тест сынамасын көрсетеді. Екеуінің бас бағыттан айланады. Және көбінде оған көңіл бөле бастайды. Бұрынғыдан да Зираның аяқ асты іші ауырып, ауруханаға барады.
сол кезде ол өкінішке орай баласынан айырылып қалады. Жоба иесі Зираны жұбатуға әрекет жасайды. Күнделікті және ай сайын жүкті тестін сынамасын. Сонда Зира есе тағын бір күні есе адамдар топталып тұрған кезде ол бұрынғы құрбысын көріп қалады. Бұрынғы құрбысы екіқабат болып өз-өзіне қол жұмсамақшы болады. Сол кезде әрең төменге түсіреді оны. Амир есе өзінің жаңа үйін Зираға көрсетпекші болады. Аяқ асты жөтелі қысып, қатты ауырсынып қалады. Жөтелі есе күннен күнге асқынып барады. Оған мән бермейді. Ертесі күні бұлар есе ауруханаға барып, Амирдің өкпесінде қарадақ пайда болғанын айтады. Тыныс алу себепті тыныс алмай жатқанын айтады. Келіншегі есе Амирге есе жақсы қарайды. Сен шаршадың, үйге барып демалып қайт, бір күн демалып қайт деп айтады. Сол кезде және Амирді жөтел қысады. Үйге кеткісі келмей, қимай үйіне әрең барады. Зира үйіне барса, тағын тосын сый күтіп тұрады екен. Оны жолдасы тағын сыйлықпен сыйлайды. Тағын айтып, бұлар түнге дейін, таңға дейін сөйлесіп жатады. Ертесі күні келгенде күйеуінің палатасында жоқ. Яғни оны өліп қалды деп ойлайды. Оны көрген кезде қатты қуанады. Жылап жібереді. Ертесі күні ise Амирдің жағдайы өте нашарлап кетеді. Демеуі қалғанша Амирдің қасында болады. Өкінішке орай Амир қайтыс болады. Оған қатты Зира күзеледі. Бір күні отырып, ол 172 күн атты кітап жазып шығарады. Видеоның соңында болған оқиғаның кейіпкерлердің, актерлардың суреттері жариялайды. Достар, егер видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп және лайк басып, қолдау білдіре кетіңіздер. Қазақша канал дамуына